Мен енді осы сұраққа бір толықтай бір жауап беріп кетейінші. Енді Алишер осы уақытқа дейін өзі жалғыз тұрып өскен бала негізі. Ата-енесінен бөлек тұрып өскен бала. Сондықтан енді әке-шешесі де оны қалап тұрған жоқ, бірге тұрамыз деген сияқты. Сондықтан менің енемнің өзі айтқан болатын, енді мамамыз өте керемет кісі ғой, прям I love you просто ше, андай өте современный, андай мышлениясының өзі керемет. Енді андай чисто бөлек тұрыңдар деп айтқанына бола айтып жатқан жоқпын, шынымен анандай болады ғой. Даже бала туралы әңгіме болған кезде, енеммен сөйлесіп қалған кезде маған айтты да, доча, енді прям асықпаңдар, өздерің үшін өмір сүріңдер, бала ол өте қиын деген сияқты, асырау қиын деген сияқты, біраз өмір сүріңдер өздерің деген сияқты, біраз емес енді 1-2 жыл деген сияқты. Сондықтан ондай бір бөлек тұру мен жақтан болған жоқ. Алдында енді эфирде осы әңгімені айтпаймын ба, сол кезде ойбай, хитрая ана добилась деп. Просто сіздер білмейсіздер де, менің өмірімде не болып жатқанын, Алишканың өмірінде не болып жатқанын деген сияқты. Сондықтан судить етпей қояйық олай. Бақыттымыз, барлығы керемет, ата-енем де бақытты, өте керемет жандар. Негізі тағып жүруге болады да, бірақ мен деген өмірі осы алтын деген затты жоғалтамын да жүремін ше, почему-то. Сондықтан таққым келмейді, қойып қойдым. Енді арасында бір тағып шығам, бірақ көп тақпаймын, жоғалтпас үшін. Алишка тойда, бүгін тойға шығып кетті. Сол мен өзім үйімдемін бүгін. Кішкене көмектесіп, сестрам білесіздер осы жерде. Кореяға кеткенше енді кішкене қасына часто келіп тұрам, себебі баламен өте қиын. Үйде енді өзім жалғыз болғандықтан не істерімді білмей өстіп келіп алам арасында. Білмеймін енді ол дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ енді көбісі айтуы мүмкін, қазір дұрыс емес, неге көп барасың деп. Көп бармаймын да негізі, тек Алишер тойда болған кезде келіп тұрам. Неке қиылғанда алтын сұрадым. Бірақ граммы үлкен алтын сұрадым. 3 жыл деп айттым, 3 жылдың ішінде алып береді. Енді Құдай қаласа, басы аман болса, енді одан да көп затты алып береді. Құдай қаласа, мен енді Алишкаға ешқандай сомнением жоқ. Сондықтан андай бір үй, машина деп тәпіштенген жоқпын. Жақын арада, Құдай қаласа, бір елге ұшамыз ба деп ойда бар ол нәрсе. Құдай қаласа, енді қай ел екен бақ айтпай қояйын. Алишка екеуміз бір демалып, медовый месяц жасасақ па деп ойлап отырмыз. Чисто өзімнің өміріммен сүріп кеттім деп айтайыншы. Инстаграм, интернет, социальный сеть дегендерге мән бермей кеттім. Енді мен мүмкін 98 жылғы болғаннан кейін ба кішкене қатты бір интернетке, бір инстаграмға аппликация ете алмаймын. Мен тикток даже көп түсірмеймін ше. Осы қосылайыққа келгеннен кейін ғана шығар кішкене бір активная болып бастағаным, себебі енді подписчиктер жиналып жатыр, адамдар қарап жатыр деген сияқты, сондай бір ответственность тұрады да, түсіру керек, бірдеңке салу керек деген сияқты. А так мен негізі до Алишера мен вообще инстаграмға әйтеуір 1-2 фотом салып қойып, бір аптада бір сторис салып, сондай болып жүретін адаммын ғой. Алишер негізі көп нәрсеге үйретті мені, тикток түсіруге, сторис түсіруге, сөйлеп, жаңағы сондай разговорный түсіре алмайтын ғой мен, потому что ұялатым камерадан. Сондай енді арасында. Алишка мен Кореяға барамыз, келесі жылы, Құдай қаласа, жылдың басында барып қаламыз, себебі Джисудың 1 жас тойы болады, сол жерге шақырып жатыр қонақ қылып. Сол жақтағы құда-құдағи барлығы күтіп отыр. Құдай қаласа барып демалып қайтамыз Кореяға. Ол да ойда бар, енді бірінші өзіміздің медовый месяцқа барып, потом барып мүмкін Кореяға баратын шығармыз. Тез барғым келіп жатыр Кореяға, сағынып кеттім. Жаным, енді менде білесіздер, көбінде айтамын, хейт жазады, мынау деп. Негізі қолдайтын адамдар да өте көп ше. Сообщениядан да оқисың деген сияқты, көресің деген сияқты. Қуанып қаласың осындай адамдардың жазғанын көрген кезде. Енді жұмысқа әлі шықпаймын.
Себебі енді Алишер қазір пока керек емес, өзім бағам деген сияқты әңгімеде отыр. Бірақ енді ол өзіңе керек зат қой. Өзім бір развивация етіп, үйде деградация болып қалмас үшін шықпасаң, а так былай пока жұмысқа шығу ойымда жоқ. Ойымда басқа да бір пландарым бар, соларды жүзеге асырсам ба деп отырмын, Құдай қаласа. Енді оны жақын арада көресіздер. Иә, майысып қалғам ғой мен. Қалдарыңыз қалай? Мен сториске шықпағаныма біраз болып қалды. Өз өміріммен сүріп, сондай мықты болып жүрген жайым бар. Счастье любить тишину деп айтады ғой. Сол сияқты болып кетті енді. Ауылға да барып келдік, кішкене туысқандармен шүйіркелесіп деген сияқты, отбасымен уақыт өткіздім деген сияқты. Сол қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойып кетсеңіздер болады. Енді біраз болды ғой сіздермен әңгімелесіп, шүйіркелеспегеніме. Сәлем баршаңызға. Куала-Лумпурға аман есен жеттік. Енді осы жерден 2 сағаттан кейін Жапонияға ұшамыз. Жете алмай кеттік Жапонияға. Ничего, чуть-чуть осталось. Жетеміз. Куала-Лумпурда енді ауа райы жанып тұр. Саябақта жүрміз. Әйгілі башняны көрсетейін. Башня близнецы. Өте әдемі. Астана секілді ғимараттар өте көп. Баршаңызға кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Менің сапарым жалғасуда. Жалпы мен өзімнің көріп, біліп жүрген дүниелеріммен өздеріңізбен бөлісуге тырысып отырмын. Ол менің ойлы оқырмандарыма ұнап жатқан секілді. Әлде де тырысамын, бірақ кешеден бері өте белсенді жұмыс болды десем де болды, сапар болды, жүгіріп жүрмін. Естеріңізде болса, мен көлікпен жүретін гид іздеп едім, бірақ өкінішке қарай көлікпен жүру мүмкін емес екен, әсіресе Токиода. Токиода кеше енді сабақ өтті, кездесу өтті. Ал бүгін біз Цукубадамыз. Дәл қазір мен Цукуба тауынан сіздерге байланысқа шығып тұрмын. Ал балалар шүкір қараулы. Рабия Сұлтанға менің үлкен әпкем Марзия келді. Сол кісі қарап жатыр. Алау, Нарул, Хан осы кеше ғана Алматыдан Астанаға ұшты. Өйткені каникул аяқталды. Сабақтарына барып жүр. Сезімде Англияға оқуға кетті. Айтпақшы, Сезімнің енді чемоданын онлайн жинап жатырмын. Қалай демалып жатсыңдар? Жандарым, қазір папаларым ұшады, Құдай қаласа. Құлымдарым менің, жүректерім, атасын ауалары, атасын давалары. Жандарым. Мешки? Қазір кетsin. Упор лежа, быстро отжарить. Canım. Құлымдарым. Ой, ay nağızım kaldı. Rahmet canım. Rahmet. Apasın çakınlar apasın. Kaz apa gelet. Kaz apa gelet koymanglar. Apa gelet. Apas gelet. Ana geldi apas. Jandarım sen derim. Aloka? Canım? İyi canım. Kalkandı kası. Kanyoş. Siz yakantırmışsın. Gördüm bu da. İyi canım. Jandarım sen derim. Hadi ayıpını kaçır. Papa gelir sonra. Canım. Cürek derim. Atasını havalar. Canım. Kapapası şöyle batır kazı Құдай қаласа. İyi. Allah yol versin. Құдай жолдарыңды берсін canım. Айналайын. Амин. Баламыз Аман есен бала барып шағасына Катарға кетті. Алла қаласа. Амандықпен жете қойып. Сизёка екі жаққа да өзінің ата әжесіне де, нағаш ата әжесіне де, және бізге тұңғыш қыз, тұңғыш немере. Жалпы Сизёка
қаншама адамға қуаныш сыйлады, бақыт сыйлады дүниеге келді. И жаным менің, дочам менің. Бақытты бол. Ұрайын ба? Тышып бер оны. Майғамыз сүттіктерін бүгін ет асырды. Постоянно. Бүгін бір кісілер үйде.